Қайырлы күн достар. Мен Синерджи Тауэр тұрғын үй кешенінің техникалық директорымын. Мұнда қазір жүріп жатқан жұмыс барысы, яғни бірінші блокта плита перекрытия. Плита перекрытияның опалубкасы құрылып, одан кейін армировка жұмыстар жүреді. Ол уақытта технадзордың қабылдауынан өткеннен кейін бетон қабылданады. Екінші блок бойынша бұл жерде қазір сокольный этаж, яғни паркингке гидроизоляциялау жұмыстары жүріп жатыр. Онымен қатар осы сокольный этаждың екінші блок бойынша бетонға күтім жасалады. Одан кейін бүгін 3-ші күн, 7 күннен кейін лабораториядан өтеді. 3-ші блок бойынша мұнда қазір отметкасы 9200, 3-ші этажда стеналардың арма каркасы жасалып жатыр. Оны технадзорға өткізгеннен кейін опалубкасы жабылады. Біз ең бастысы сапаға көңіл бөлеміз. Қазіргі жүріп жатқан жұмыстар бойынша гидроизоляциялау жұмыстары бізде ең сапалы материал, яғни техноникольдің материалдарын қолданамыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.